Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Қазақстан телерадио корпорациясы түсірген «Қаныш қазыны» тарихи телехикаясының негізіндегі «Қаныш» көркем фильмі кинотеатрлерден көрсетіледі, деп хабарлайды Ел-Қазақ ақпараттық агенттігі. Тарихи туынды 2 ақпаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрлар желісі арқылы үлкен экрандардан көрсетіледі. «Қаныш» фильмінің сюжеттік желісі геолог-ғалым академик Қаныш Сәтбаевтың өмірі мен еңбек жолына негізделген. Режиссері Ерлан Нұрмұхамедов, сценарий авторлары Әмір Әменов және Ален Рахметалиев. Фильмде Қаныш рөлін Әсет Ешсан сомдайды. 6 бөлімді «Қаныш қазыны» телехикаясын Қазақстан ұлттық телеарнасы 2021 жылы түсірген. Жоба 2022 жылы толық метражды фильм ретінде халықаралық литература ин синема кинофестивалында үздік фильм жүлдесіне ие болды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз, және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.